Сәлеметсіздер ме балалар? Қазіргі өтетін сабағымыз сауат ашу. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөйлем. Сабағымызда қол жеткізетін оқу мақсаттары: мұғалім көмегімен мәтінге суреттер, сызбалар арқылы жоспар құрып, оған ат қою. Мұғалім көмегімен оқыған, тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу. Балалар, ребусқа назар аударып шешіп көрейікші, қандай сөз шығады екен? Дұрыс айтасыздар балалар. Сөйлем деген сөз шықты. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызда сөйлемдер туралы білетін боламыз. Әңгіме оқимыз. Сөйлемнің бас әріптен бастап жазылып, сөйлемнің соңында тиісті тыныс белгісі қойылатынын білетін боламыз. Балалар, суретке мұқият қараңыздаршы. Суретте қандай ертегі бейнеленген? Дұрыс айтасыздар балалар. Орыс халқының бауырсақ ертегісі. Ендеше балалар, бауырсақ ертегісін бірге тыңдайық. Бір кемпір мен шал болыпты. Бірде шал: «Кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп берсеңші», дейді. «Неден пісірейін? Он жоқ қой». «Әй кемпір-ай, қаптың түбін қырнап көрсең ғой, бауырсаққа жарайтын ұн табылып қалар». Кемпірі солай істейді. Қап түбін қырып, 2 уыс ұн табады. Содан қамыр илеп, бауырсақты майға пісіреді. Терезе алдына суытқалы қояды. Жата-жата жалыққан бауырсақ үйдің іргесіне домалап түседі. Іргеден көгал үстіне домалайды. Балалар, ертегіні тыңдап болсақ, келесі сұрақ жауап әдісі. Ертегі не туралы? Дұрыс айтасыздар балалар. Ертегі бауырсақ туралы. Ертегіні есімізге түсіре отырып, әрі қарай жалғастырып көрейік. Өте жақсы балалар. Ертегіні жақсы біледі екенсіздер. Балалар, ертегідегі басты кейіпкер бауырсақты сипаттайықшы. Жарайсыздар. Келесі бауырсақ сөзінен бірнеше сөз жаса. Өте жақсы балалар. Балалар, мәтіннен қарамен жазылған сөйлемдерді оқып көрейікші. Неден пісірейін? Он жоқ қой. Әй кемпір-ай. Осы сөздердегі тыныс белгілеріне назар аударыңыздаршы. Бірінші сөйлемде неден пісірейін? Сұрақ белгісі тұр. Екінші сөйлемде он жоқ қой. Нүкте тұр. Әй кемпір-ай деген сөзде леп белгісі тұр. Олай болса балалар, сөйлем 3-ке бөлінеді екен. Сұраулы сөйлем, лепті сөйлем, хабарлы сөйлем. Енді балалар, жаңа ақпаратқа назар аударамыз. Сөйлем аяқталған бір ойды білдіреді. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріптен бастап жазылады. Сөйлемнен соң не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі
қойылады. Олай болса балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Оқулықтағы 3-ші жаттығуды дәптерімізге қатесіз көркем жазамыз. Ал енді қазір балалар, төмендегі сөздерді сөйлескенде пайдаланып көріңіздер. Ас болсын, ауыз тиіңіз, дәм алыңыз. Бұл сөйлемдер лепті сөйлемдер. Соңында қандай тыныс белгісін көріп тұрмыз. Дұрыс айтасыздар, леп белгісі. Бүгінгі сабағымызды бауырсақ әдісі арқылы қорытындылайық. Бүгінгі сабақтың бәрін түсіндім деген оқушы бірінші бауырсақты таңдайды. Әлі де көп білгім келеді деген оқушы екінші бауырсақты таңдайды. Көмекті қажет етемін деген оқушы үшінші бауырсақты таңдайды. Үйге тапсырма. Оқулығымыздың 70-ші бетіндегі 5-ші жаттығу. Мына пиццалардың құрамы әртүрлі. Әр пиццаның қасындағы әріптерді дұрыс орналастырсаң, олардың құрамында не бар екенін табасың. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.